Рухани әлемі кең, рухы биік дара тұлғалардың тұтастай бір елдің мақтанышына айналатыны белгілі. Ұлт зиялыларының бірі Абайдың данагөйлігі мен ұлылығын ашқан Мұхтар Әуезов те өткен ғасырдағы қазақ әдебиетінің алыбы. Биыл Мұхтар Әуезовтің туылғанына 125 жылдық мерейтой және бүгін 28 қыркүйек жазушының туылған күні. Осы орайда Әуезовті тану, ұлтты тану деген жаңа айдармен қалың көпшілікке жол тарттық. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем. Саламатсыз ба? Есімің кім? Амандос Нұрдос. Нұрдос, бүгін сен танысып тұрған бейнероликтегі Мұхтар Әуезовтің туылған күні. Осы ретте мен саған кішігірім сұрақ қойғым келіп тұр. Сен Мұхтар Әуезовтың есімімен қалай таныстың? Абай жолын роман жазған ұлы жазушы. Мен бастауышта оқып жүрген кезде Мұхтар Әуезовтің көптеген шығармаларымен таныстым. Және де Балапан телеарнасынан да Мұхтар Әуезов туралы көптеген деректі фильмдермен таныстым. Ол деректі фильмдерде атасы Әуез Мұхтар Әуезовке Абай Құнанбаевтың көптеген шығармалар мен өлеңдерін таныстырды. Бұл мен тағыдай қазақтың тұлғасымен мақтанамын. Сәлем қыздар. Есімің кім? Менің есімім Дариға. Дариға, саған бүгін ерекше сұрақ қойып келіп тұр. Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына байланысты, себебі бүгін Мұхтар Әуезовтің туылған күні. Абай Құнанбаев қазақ поэзиясының асқар асуы болса, Мұхтар Әуезов қазақ прозасының асу бермес асқары. Осы ретте Абай Құнанбаев пен Мұхтар Әуезовті қалай байланыстырасың? Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев Мұхтар Әуезов арқылы танымал болса, Мұхтар Әуезов әлемге Абай жолы романы арқылы танымал. Екі тұлға, екі ұғым секілді. Саламатсыз ба Келгіз апай? Саламат. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Бүгін Мұхтар Әуезовтің туылған күні. Осы ретте сол кісінің шығармашылығына байланысты сізге бірер сұрақ қойғым келіп тұр. Қоя ғой. Апай, енді сіздің заманыңыздағы жастардың көпшілігі дерлік кітап оқумен жарысқан. Сіз өзіңіз Мұхтар Әуезовтің қандай шығармаларын оқыдыңыз және сізге қандай кейіпкерлер ұнайды? Мен Мұхтар Әуезовтің кейіпкерлері жөнінде айтатын болсам, оқыған кітабымды айтатын болсам, мен Көксерегін оқыдым, Абай жолы романын толық оқып шықтым. Маған Абай жолы романынан Әйгерімнің, Дәркембайдың, Ерболдың образдары ұнады. Әйгерім қазіргі замандағы қыздардың толық образын сомдады деп ойлаймын. Қазіргі замандағы қыздарға үлгі, әдемілігімен, нәзіктігімен, Абайға адал жар бола білуімен үлгі деп ойлаймын. Ербол Абайдың өте сенімді серігі, ақылшы досы, адал досы болды. Дәркембай сол уақыттағы қазақ жатақтарының кедейлердің сөзін сөйлеп, солардың барлық жоқ мұқтаждарын жоғары жаққа жеткізіп, сондай жанашыр кейіпкер де болды. Келгіз апай, енді сіз қазіргі жастарға не айтасыз? Қазіргі жастарға мен интернеттен гөрі әдебиеттерді, қазақ әдебиеттерін көп оқығандарын қалаймын. Соларды жақсырақ оқыңдар деймін. Өзім де ата-ана ретінде немерелеріме қазақ ертегілерін үнемі оқып беремін. Мен қазіргі жастарды кітап оқуға шақырамын. Жақсы, рахмет апай сізге. Саламатсыз ба Ғани ағай? Саламатсыз ба? Қалай әкем, жақсысың ба? Жақсы, рахмет. Өзіңіз білесіз, биыл Мұхтар Әуезовтің туылғанына 125 жылдық мерейтой. Осы ретте мен сізге Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына байланысты бір сұрақ қойғым келіп тұр. Ғани ағай, енді сіз Әуезовті тану, ұлтты тану деген пікірге көзқарасыңыз қандай? Әсем, дұрыс сұрағың өте орынды. Жалпы қазақта мынандай сөз бар. Абай атамыз ақын болса, Мұхтар Әуезов жазушы болса, бұл тұлғалар өте бір-біріне синонимдес. Сондықтан бұл тұлғаларды бізге тану, таныту, жетісу ұрпаққа біздің ол міндетіміз. Сондықтан сіздерге айтарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мұхтар Әуезовтің 25 жылдығы құтты болсын. Рахмет ағай. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз ба? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Ағай, енді бүгін Мұхтар Әуезовтің туылған күні. Осы ретте Әуезовтің шығармашылығына байланысты сізге бірер сұрақ қойғым келіп. Өзіңіз білесіз, Мұхтар Әуезов 24 адамнан тұратын Ярыш футбол командасының белсенді мүшесі болған. Есімізде. Одан бөлек Мұхтар Әуезов қандай ойындарды жақсы көрген? Ұлы жазушының өмірі мен шығармашылығы жалпы өз алдымызда есімізде. Оның өмірі мен шығармашылығы
Ол енді жас кезінде әйзік ойын, асық ойын ойнаған, жалпы ярыш командасының капитаны болған бір кездері. Осынсымен белсенді ойыншы болған уақытысында. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба апай? Саламат. Қайырлы күн. Жағдайыңыз қалай? Жақсы, керемет. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Әумин, рахмет. Апай, енді Мұхтар Әуезовтің бүгін туылған күні. Жазушы шығармашылығына арналған бұрышты көріп қуанып тұрмын. Қаламгердің қандай шығармалары сұранысқа ие? Мұхтар Әуезовтің ең алдымен әрине сұранысқа ие кітабы ол Абай жолы. Оқушылар өте жақсы оқиды. Одан кейінгі Қорғансыздың күні, Қараш-Қараш оқиғасы бізде кітап қоры жеткілікті, оқушылардың сұранысына сәйкес беріп алып оқып жатқан оқырмандарымыз өте көп. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойы құтты болсын. Рахмет апай сізге. Кейінгі шәкірттеріміз көп болсын.